Мойнақта жабайы шошқаларды низамға қайшы түрде аулаған бұқаралар ұсталды. 2019 жылдың 6 декабрь күні Қарақалпақстан Республикасы экология һәм қоршаған орталықты қорғау комитетінің бірқатар инспекторлары Қарақалпақстан Республикасы Арал табиғатты қорғау прокуратурасы менен біргелікте Мойнақ районында кезектегі рейд жұмыстарын өткерді. Бұл хақында комитет баспасөз қызметі хабар берді. Рейд давамында Мойнақ районы Қазақтария ауыл бұқаралар жиыны аймағында УАЗ-469 маркалы болған автомашинаны іркіп, ішкі салонын көзден өткергенде, ол жерде 2 дана жабайы шошқаның бар екенлігін анықтаған. Мәлім болуынша, 5 бұқара Қазақтария ауыл бұқаралар жиыны аймағындағы Жалтырбас көлінде низамға қайшы түрде аңшылық етіп, осы 2 шошқаны атқан. Бұл бұқаралар Өзбекстан Республикасының хайуанат дүниясын қорғау һәм оннан пайдалану хақындағы низамы һәм Өзбекстан Республикасы аймағында аң һәм балық аулау қағидалары талапларын тұрпайы түрде бұзып, хайуанат дүниясына 6.690.000 сомлық зиян жеткерген. Хабарда жазылуынша, айғақлы зат ретінде алынған 2 дана жабайы шошқа қайыр-сақауат мақсатында Нөкіс қалалық медицина бірлеспесіне тапсырылды. Топлаған жүлделер Мойнақ районлық әкімшілік істері бойынша судына жіберілген.